Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары, міне тағы бір жылды аттандырып салып, жаңа бір жылдың қақпасын қаққалы тұрмыз. Әрине, жаңа календар бойынша ертең жаңа жыл, ал қазақтың көне есебі бойынша наурыз келмей, жаңа жылымыз да келмейді. Дегенмен елің қалай болса, бөркің солай дегендей, әлемдік үдеріске ілесіп, сіздерді жаңа жылмен құттықтай кетудің артықтығы жоқ деп ойлаймын. 2025 жыл еліміз үшін де үлкен өзгерістерге толы жыл болды. Ал 2026 жыл Қазақстанда өте маңызды жыл болып есте қалуы мүмкін. Өйткені қиындықтармен қатар соны өзгерістерде болуы ықтимал. Әсіресе саяси саладағы өзгерістер еліміздің болашақ бағдарына үлкен жаңалық әкелуі де ықтимал деген болжамда айтылып жатыр. Мейлі қалай болса да еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, халқымызды ауыз біршілігінен айырмасын, сыртқы жаудан, ішкі даудан аулақ болайық. Жалпы бірлігі бекем елді жау алмайды деген қазақтың аталы сөзі айтып тұрғандай, қашанда ішкі берекеміз берік болса, жау ала алмайды. Әрине, азды көпті қиыншылықтарда болуы мүмкін, бірақ битке өкпелеп тоныңды итке тастамайсың дегендей, мынау бабаларымыздың көз жасымен, қанды шайқаспен, қанымен, жанымен келген тәуелсіздікті ардақтау, тәуелсіздікті сақтау, еліміздің егемендігін, ел іргесінің бүтіндігін сақтау әрбір азаматтың, әрбір қазақстандықтың борышы. Сондықтан ең әуелі елдік мүдде бәрінен жоғары тұруы тиіс. Сондықтан Қазақстандағы қазақ халқы мен өзге ұлт этностары да осы Қазақстанның бірлігін, Қазақстанның баянды дамуын көзінің қарашығындай қорғауы керек. Өйткені ел аман, жұрт тыныш болса, әрбір отбасыда бақытты өмір сүруіне мүмкіндік бар. Қазағымыз өсе берсін, өркендей берсін, алтын құрсақты аналарымыз қазақтың санын көбейте берсін. Көкейтесінің өткен кезегінде айтып өткеніміздей, соңғы жылдары Қазақстанда туу көрсеткіші аздап төмендей бастағаны байқалады. Әрине, пандемия кезінде 400 мыңнан артық сәби дүниеге келсе, ал биыл дүниеге келген сәбилердің саны 330 мыңнан асып жығылатын көрінеді. Мынау кең байтақ жерді, мынау кең байтақ елді қазаққа толтыру үшін біздің жастарымыз өзінің ұлттық жауапкершілігін арқалауы керек деп ойлаймыз. Өйткені балалы болу, ұрпақ өсіру тек бір азаматтың өзінің жеке ісі ғана емес. Ол ұлт алдындағы борышы, баба алдындағы парызы. Бір әулеттің тұқымын жалғастыру, оның тұқымын көбейту, бір елге өзінің үлесін қосу әрбір азаматтың мойнындағы маңызды борыш деп санаймын. Сондықтан қазақ елі өсе берсін, өркендей берсін, еліміздің әртүрлі әлеуметтік қолдаулары да көбейіп, халықтың тұрмысы барған сайын жақсарып, бүкіл халқымыз, бүкіл отандастарымыз бай бақытты тұрмыс кешірсін деп тілеймін. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Осы өткен бір жыл ішінде бізге көрсеткен қолдауларыңыз үшін, ыстық ықыластарыңыз үшін мың мәрте алғыс айтамыз. Әрине, журналист болғаннан кейін газет бетінде көтеріп жатқан мәселелерді, кейбір өзекті түйіндерді де сіздердің назарларыңызға салып, ой қосып жатқан жайымыз бар. Бұл тек қана елді сыпырмайым сынау емес, елді жаппай жамандау емес, көпке топырақ шашу емес, керісінше осы елдің азаматы ретінде үн қосып, осы мәселелер оң шешімін тапса екен деген ниет қана. Әрине, елдегі болып жатқан келеңсіздіктерді айту, ол елге қарсылық емес, өз еліңе жау болғандық емес. Мәселені дер кезінде түзетіп, дер кезінде оңамаса, оның соңы сыздауық жараға айналатыны да белгілі. Сосында біздің ел халық үніне
құлақ асатын мемлекет құру жолында талпынып жатыр. Біздегі ой да халық үніне үн қосу. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.